болсын. Құрметті депутаттар мен шақырылғандар. Сессия жұмысын бастамас бұрын сөз Семей қаласының аумақтық сайлау комиссияның төрағасы Гүлжан Жақсыбайұлы Қуанышұлы беріледі. Қайырлы күн, депутаттар. Қайырлы күн. Қайырлы күн, сессияға қатысушылар. Өздеріңізге аян 25 жылдың 30 наурыз күні Семей қаласы мәслихатының шығып қалған депутаттарына депутат сайлау өткен болатын. Қалалық мәслихатқа сайлау Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңының, орталық сайлау комиссиясының нормативтік актілеріне, Семей қаласының аумақтық сайлау комиссиясының күнтізбелік жоспарына сай өткізілді. Аталған заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес мәслихат депутаттарының өткен сайлауы өзін-өзі ұсыну арқылы бір мандаттық аумақтық сайлау округі бойынша өтті. Бір округтік 7 учаскелік сайлау комиссиясы қатысты. Енді Семей қаласы мәслихатының шығып қалған депутат орнына депутат сайлау нәтижесін жариялауға рұқсат етіңіздер. Семей қаласы мәслихатының шығып қалған депутаттың орнына сайланған депутатты тіркеу туралы 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 14-ші бабының 9-шы тармақшасы және 45-ші, 46-шы, 112-ші баптарына сәйкес Семей қаласының аумақтық сайлау комиссиясы қаулы етеді. Молдабаев Хасен Сабитханович Семей қаласы мәслихатының сайланған депутаты болып тіркелсін. Хасен Сабитханова, сіз семейліктер сенімін ақтап қана қоймай, қаламыздың қалыптасуы мен дамуына, халықтың елді басқаруға қатысуын арттыруға, қандай да болмасын ізгілікті іске ықпал ете алатыныңызға сенімдіміз. Семей қаласының аумақтық сайлау комиссиясының атынан сайлаудағы жеңісіңізбен құттықтап, зор денсаулық, табыс, қала мен облысымыздың игілігі үшін депутаттық қызметтің жеңісті болуын тілеймін. Сондай-ақ депутат куәлігін тапсырып, значок табуға рұқсат етіңіздер. Енді біздің әріптестерім, құрметті әріптестерім, жанымызға тағы да бір осындай депутат бірге жұмыс істейміз деп ойлаймын халыққа. Жалғастырайық. Халық мәслихатының кезектен тыс 43-ші сессияның жұмысына қатысу үшін 14 депутат келді. Сессия өз жұмысын бастауға құқылы. Халық мәслихаттың кезектен тыс 43-ші сессияны ашық деп жарияланды. Сессия жұмысына қала әкімінің орынбасары Қуаныш Әділбайұлы Әбілдаев, мемлекеттік мекемелер басшылары, шақырылғандар және ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Кезектен тыс сессияның күн тәртібіне 7 сұрақ енгізіледі. Кезектен тыс сессияның күн тәртібін бекітуге кірісейік. Бірінші, Абай облысы Семей қаласы әкімдігінің құрамын бекіту туралы. Екінші, Семей қаласының көшелерін қайта атау жөнінде ұсыныстар енгізу туралы. Үшінші, қылмыстық жазаларды және өзге де қылмыстық құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын мекемелер мен органдардың қызметіне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазаларын өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмекті ұйымдастыру жөніндегі комиссияның дербес құрамы туралы. Семей қаласы мәслихатының 2024 жылы 24 сәуірдегі 24-139 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Төртінші, Семей қаласы мәслихатының тұрақты комиссияларының дербес құрамы туралы. Семей қаласы мәслихатының 2023 жылы 30 наурыздағы 1-8 шешіміне өзгеріс енгізу туралы. Бесінші, Абай облысы Семей қаласы мәслихатының
регламентін бекіту туралы. 6. Абай облысы Семей қаласы мәслихатының аппараты мемлекеттік мекемесін қайта атау мен ережесін бекіту туралы. Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 28 маусымдағы 28-157 шешіміне өзгеріс енгізу туралы. 7. Абай облысы Семей қаласы мәслихатының аппараты мемлекеттік мекемесінің құрамы мен штаттары туралы. Сессияның күн тәртібіне бекітілсін дегендеріңіз дауыс беруіңізді сұраймын. Кезектен тыс сессияның күн тәртібіне бірауыздан бекітілді. Енді біз редакциялық комиссияны сайлауымыз керек. Редакциялық комиссияны 3 адамнан сайлау туралы ұсыныс бар. Мұрат Ақмарал Ерланқызы, Абайқызы Дариға, Раид Кенжебек Сәбитов. Осы ұсынысқа дауыс беруіңізді сұраймын. Қарсы қалыс жоқ, бірауыздан қабылданды. Енді біз кезектен тыс сессияның регламентін бекітуге кірісеміз. Біріншіден 7-ші сұрақтарға дейін 5 минутқа дейін уақыт беріледі. Қосымша сөйлейтіндерге 3 минуттан дейін. Ұсынылған сессия регламенті бекітілсін дегендеріңіз дауыс беруіңізді сұраймын. Қарсы қалыс қалғандар көп. Сессия регламенті бірауыздан бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі Абай облысы Семей қаласы әкімдігінің құрамын бекіту туралы бірінші сұрақты қарауға көшеміз. Сөз Семей қаласы әкімінің аппаратын ұйымдастыру инспекторлық жұмыс бөлімінің басшысы Ербол Нұрболатұлы Сарқучиевке беріледі. Қайырлы құрметті депутаттар, назарларыңызға Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңның негізінде Абай облысы Семей қаласы әкімдігінің құрамын бекіту туралы Семей қаласы мәслихатының шешімі жобасы енгізіліп отыр. Қала әкімінің аппаратының кадрлық орнын ауыстыруларға байланысты Семей қаласы әкімдігінің жаңартылған дербес құрамын тиісті шешіммен бекітулеріңізді сұраймын. Сұрақтар болмаса, осы шешім қабылдансын дегендеріңіз дауыс беруді сұраймын. Қарсы қалыс жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібінде Семей қаласының көшелерін қайта атау жөнінде ұсыныстар енгізу туралы екінші сұрақты қарауға көшеміз. Сөз Семей қаласының әкімінің орынбасары, ономастика мәселелері жөніндегі жұмыс тобының төрағасы Қуаныш Әділбайұлы Әбілтаевқа беріледі. Құрметті депутаттар, Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігінің тапсырмасына сәйкес атауы қоғамда қайшы пікір тудырмайтын елді мекендердің құрамдас бөліктерін атау және оларды қайта атау туралы 2024-2025 жылдарға арналған жол картасы әзірленіп бекіткен. 2024 жылға арналған жол картасына сәйкес Семей қаласында идеологиялық тұрғыдан атаулары ескірген 12 көшені қайта атау жоспарланған. Бұл көшелерді қайта атау мәселесі ономастикалық нысандардың тарихи және дәстүрлі атауларын қалпына келтіру туралы ұсыныстарды зерделеу және қарау жөніндегі жұмыс тобының отырысында қаралған болатын. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 2023 жылғы 1 тамыздағы номер 211 бұйрығымен бекітілген әкімшілік аумақтық бірліктерге елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қағидаларына сәйкес 12 көше бойынша ұсыныстар 2025 жылғы 12 наурызда Семей қаласы мәслихатының тұрақты комиссиясының қоғамдық тыңдауларында қаралып, хаттамамен рәсімделді. Тұрақты комиссия хаттамасы 20 наурызда Семей таңы Вести Семей газеттерінде жарияланды. Қазақстан Республикасы заңының 14-1 бабының 2 тармақшасына сәйкес
жоғарыда көрсетілген ұсыныстар қалалық әкімдіктің қаулысымен қалалық мәслихаттың бірлескен шешімімен республикалық ономастикалық комиссиясына енгізілуі тиіс. Бірлескен шешім мен қаулы жобасы сіздерге ұсынылады. Жоғарыда баяндалғандарға байланысты осы ұсыныстарды қолдауларыңызды сұраймыз. Сұрақтарыңыз болмаса, шешім жобасы қолдарыңызда. Осы шешім қабылдасын дегендеріңіз дауыс беруіңізге сұраймын. Қарсы қалыс жоқ. Шешім бір ауыздан қабылданды. Қылмыстық жазалары және өзге де қылмыстық құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын мекемелер мен органдардың қызметіне жеңілдету, сондай-ақ қылмыстық жазалары өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмекті ұйымдастыру жөніндегі комиссия дербес құрамы туралы Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 24 сәуірдегі шешіміне өзгерістер енгізу туралы үшінші сұрақты қарауға көшеміз. Сөз Семей қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Серік Дулатұлы Жұмадиловке беріледі. Құрметті Қуаныш Әлбайұлы, Қайғот Қаркешев және халық мәслихат депутаттары. Сіздердің назарларыңызға қылмыстық жазаларды және өзге де қылмыстық жазаларды және өзге де қылмыстық құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын мекемелер мен органдардың қызметіне жәрдемдесу, сондай қылмыстық жазаларын өтеген адамдарға әлеуметтік және өзге де көмек ұйымдастыру жөніндегі комиссияның дербес құрамы туралы Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 29 сәуірдегі номер 24-139-8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы халық мәслихат сессиясының шешім жобасын ұсынып отырмыз. Бұл шешім жобасын ұсынған себебіміз жергілікті басқару органдары және басқа да мемлекеттік органдарда да кадрлық өзгерістерге байланысты ұсынып отырмыз. Осы шешім жобасын қолдауларыңызды сұраймыз. Серік Дулатұлына сұрақтарыңыз бар ма? Осы шешім қабылдасын дегендеріңіз дауыс беруіңізді сұраймын. Қарсы қалыс жоқ. Шешім бір ауыздан қабылданды. Күн тәртібінде Семей қаласы мәслихатының тұрақты комиссияларының дербес құрамы туралы Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 30 наурыздағы шешіміне өзгеріс енгізу туралы жөніндегі 4-ші сұрақты қарауға көшеміз. Жоба Қазақстан Республикада жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республика заңының 12-ші бабына сәйкес әзірленді. Шығып қалған депутаттың орнына тұрақты комиссияның құрамына жаңадан сайланған депутатты сайлау және енгізу талап етіледі. Күн сұраулары. Осы шешім қабылдансын дегендеріңіз дауыс беруіңізді сұраймын. Қалыс жоқ. Қарсы шешім бір ауыздан қабылданды. Күн тәртібінде Абай облысы Семей қаласы мәслихатының регламенті бекіту туралы жөніндегі 5-ші сұрақты қарауға көшеміз. Аталған шешім жобасы құқықтың актілері туралы Қазақстан Республикасы заңының 49-50 бабының негіздегі енгізіледі. Кімнің сұрағы бар? Алдыңызда не дедіңіз? Сұрақ жоқ па? Сұрақ жоқ болса, осы шешім қабылдағаныңыз дегендеріңіз дауыс беруіңізді сұраймын. Қарсы қалыс жоқ. Шешім бір ауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі Абай облысы Семей қаласы мәслихатының аппараты мемлекеттік мекемесінің қайта атауы мен ережесін бекіту туралы Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 28 маусымдағы шешіміне өзгеріс енгізу туралы 6-шы сұрақты қарауға көшеміз.
Аталған шешім жобасы маслихат аппаратының заңда мекеме жайын өзгеруіне байланысты өзгеріс енгізу талап етіледі. Құжатты алдыңызда күн сұрағы бар. Осы шешім қабылдансын дегендеріңіз дауыс беруіңізді сұраймын. Қарсы қалушы шешім бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі Абай облысы Семей қаласы маслихатының аппараты мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штаттары туралы 7-ші сұрақты қарауға көшеміз. Аталған шешім жобасы Абай облысы Семей қаласы маслихатының аппараты мемлекеттік мекемесінің төңірегіндегі Оранхай көшесі 33 үйіндегі әкімшілік ғимаратты Абай облысы Семей қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі мемлекеттік мекемесінің теңгеріміне бірлеуінің негізді қызметкерлердің саны азаюына байланысты енгізіліп отыр. Күн сұрағы. Осы шешім қабылдансын дегендеріңіз дауыс беруіңізді сұраймын. Қарсы қалыс жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. Кезектен тыс сессияның күн тәртібіне енгізілген барлық сұрақтар қаралды. Халық маслихатының кезектен тыс 43-ші сессиясы жабық деп жарияланды. Барлықтарыңызға қатысқаныңыз үшін алғысымызды айтамыз. Сау болыңыздар. Құрметті әріптестер, депутаттар мен мекемелердің басшылары